Қымбатты оқушы, біздің келесі сабағымыздың тақырыбы шалкиіз жырау тіленші ұлы. Сабағымыздың мақсаты қазақ жыраулар поэзиясының атасы аталған аса көрнекті жырау, бізге толғаулары аса көп жеткен, көркемдігімен де ерекшеленетін мінекей шалкиіз жыраудың өмірінен деректер беру. Қымбатты оқушы, тестке шалкиіздің тіпті әрбір толғауларының кейбір тармақтары да көрінеді. Кім айтқан деген. Міне сондықтан мұны қатты есіңе сақтағаның дұрыс. Шалкиіз жырау өзі 3 жасынан шешесінен айырылып жетім қалады да нағашысының қолында тәрбиеленеді. Сөйтеді де оның жігіттік шағы Ноғайлы ордасындағы Мұса бидің қолында өседі. Мінекей сол жерде жүріп, одан кейін Темір бидің жанынан біз оны көреміз. Бір ғасырға жуық жасап, 1760 жылы қайтыс болған. Яғни 95 жыл өмір сүрген екен. Жай ғана мағынасыз өмір емес, талай тамаша толғауларды айтып артында қалдырған екен. Міне сол толғауларының аттарын мықтап есіңе сақтағайсың. Әсіресе 2 тесттің бірінде кездесіп келіп отыратын шағырмақ бұлт жайтастар деп кім айтқан деген сұрақ есіңде болсын. Демек бұны шалкиіз жырау айтқан екен. Міне шағырмақ бұлт жайтастардан басқа оның тағы мынандай толғаулар бар. Жауынды күні көп жүрме. Би Темірдің хаж сапарынан қайтқанда айтқаны. Би Темірге бірінші толғауы. Ор қоян, ор қоян. Мінекей, осы сияқты толғауларының көпшілігі, міне бұл жерде жақсы адам менен жаман адамның қасиеттерін бір-бірімен салыстыра отырып, нағыз жырауларға тән синтаксистік параллелизмді егіздеуді қолдана отырып, табиғаттың көрінісімен бірге адам өмірінде болып жататын үлкен құбылыстарды қатар қоя суреттеген жырау. Мінекей, атан түйе нені бастар, батыр қол бастайтындығын айтатын, адамның өміріне жақсы адамнан келетін, жаманнан келетін кесапаттың қандай болатыны, батырлықтың, бірліктің қандай болатындығын өзінің толғауларында ерекше айтып кеткен екен. Оған қосымша бұның тестте тағы да келіп отырады. Ер шобан деген жыры кімдікі деп. Ер шобан жыры да міне осы шалкиіз жыраудың, шобан деген батырдың жорықтарына арналған дастан жыры. Демек, қорыта келе айтарымыз, шалкиіз жырау тіленші ұлы 16 ғасырда өмір сүрген жыраулардың аса көрнектісі, көркем, өте бізге толғауы көбінен жеткен, мағыналы, мәнді аталы сөз қалдырған ұлы жыраудың бірі.